Сәлеметсіздер ме, құрметті 9-шы сынып оқушылары? Бүгін бізде қазақ әдебиеті пәнінен 90-дық жиынтық бағалау. Біріншіден 90 бойынша жиынтық бағалауға шолу жасап алайық. Жұмыстың ұзақтығы 45 минут. Түсіну және жауап беру тапсырмаларын орындауға 5 минут. Анализ және интерпретация тапсырмаларын орындауға 15 минут. Бағалау және салыстыру тапсырмаларын орындауға 25 минут уақыт беріледі. Жалпы балл саны 30. Тапсырмалардың түрлеріне тоқталатын болсақ, көп таңдауды қажет ететін сұрақтар, қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар, толық жауапты қажет ететін сұрақтар болады. Жиынтық бағалаудың құрылымы 3 бөлімнен тұрады, 11 тапсырмадан тұрады. Жоғарыда айтып өткендей, бірінші бөлім түсіну және жауап беру тапсырмаларын, екінші бөлім анализ және интерпретация тапсырмаларын, үшіншісі бағалау және салыстырудың тапсырмаларын қамтиды. Бірінші бөлім. Бірінші сұрақ, яғни қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар. Бұл жерде сіздер дұрыс нұсқаны таңдайсыздар. Бірінші сұрақ, әдебиетте ойды астарлап, басқа нәрсені суреттеу арқылы жасалатын нақтылы сипаты бар балама бейне қалай аталады? Екінші сұрақ, шығарма желісіне арқау болған негізгі мәселе қандай? Үшінші сұрақ, өлара деген сөздің мағынасын табыңыз. Төртінші сұрақ, тар кезең романы қанша томнан тұрады? Бесінші сұрақ, кіші орданың ханы Нұралыны Донсковқа хат жазуға итермелеген не? Одан кейін екінші бөлімге көшеміз. Бұл жерде балалар міндетті түрде тапсырмаларды дұрыс жазып отырыңыздар. Екінші бөлім басталғанымен 6-шы тапсырма деп жазасыздар. 6-шы тапсырманың шарты: шығармадағы аштықтың азабын композицияның қай тұсында анығырақ байқай алдыңыз? Ойыңызды 5-6 сөйлеммен талдап жазыңыз. 7-ші тапсырма: иә, сырым шырағым, қарадан хан болдың, айырдан нар болдың, жоқтан бар болдың. Автор стилін сақтай отырып, өлең жолдарын сіздер әрі қарай жалғастырып жазуларыңыз керек. 8-ші тапсырма: өтінде арпалысқан өмір майдан, жайқалсын болашағың тамыр жайған. Бәйтерек елбасының өр тұлғасы, әкеліп өз қолымен тәңір қойған. Берілген өлең жолдарындағы ақын тілінің ерекшелігін талдап, стиліне баға беріңіз. Бұл жерде де сіздер 3-4 сөйлеммен ойларыңызды жеткізсеңіздер жеткілікті. 9-шы тапсырма: Бәйтерек поэмасындағы автордың азаматтық бейнесіне, ел мен елбасы туралы ойды тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасаңыз. Бұл жерде де өз ойларыңызды 5-6 сөйлеммен білдірсеңіздер болады. 10-шы тапсырма: автор елбасы образын беруде қандай көркемдік құралдарды пайдаланды? Яғни сіздер автордың қолданған көркемдік құралдарын анықтап жазуларыңыз керек. 3-ші бөлім. Бұл жерде тапсырманы 11-ші деп белгілейсіздер. Бұл жерде тақырыптың бірін таңдап, сыни мақала жазасыздар. Тар кезең романының әдебиеттегі орны қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра отырып талдап жазасыздар. 2-ші тақырып: Бәйтерек поэмасындағы қазақ халқының өткені мен бүгіні. Бұл жерде де қазақ әдебиетіндегі мазмұндас шығармалармен салыстыра отырып талдап жазуларыңыз керек. Құрметті оқушылар, 90-дық жиынтық бағалау жұмысын жазу барысында дескрипторларға міндетті түрде сүйеніңіздер. Бірінші 5 тапсырмада дұрыс нұсқаны анықтағандарыңызға 1 ұпайдан аласыздар. 6-шы тапсырмада шығарма композициясын талдай алғандарыңызға 3 балл аласыздар. 7-ші тапсырмада автор стилін сақтай отырып, өлеңді жалғастырып жаза алғандарыңызға 3 балл аласыздар.
8-ші тапсырмада ақын тілінің ерекшелігін талдап, стиліне баға бере алғандарыңызға 3 балл аласыздар. 9-ші тапсырмада автордың азаматтық бейнесіне, ел мен елбасы туралы ойды тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасай алғандарыңызға 3 балл аласыздар. 10-ші тапсырмада көркемдік құралдарды анықтап жаза алғандарыңызға 3 балл аласыздар. Соңғы 11-ші тапсырмада 10 балдың әрқайсысын не үшін алатындықтарыңыз беріліп тұр. Сондықтан 11-ші тапсырмада мұқият болыңыздар. Осы берілген дескриптор бойынша жазуға тырысыңыздар. Жалпы ұпай саны 30. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.